Ау. Жазира сөйлесін дейді. Нағыз кім ола? Армысыздар ағайын. Қайырлы таң, қымбатты көрермендер, бүгінгі күндеріңізге тек сәттілік тілеймін. Ассалаумағалейкум, ардақты әлеумет, қайырлы таң, қазақ елі. Армысыздар ағайын, таңертең ерте оянып, жұмысқа қамданып отырған боларсыздар. Ендеше бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілейміз. Сіздермен 1,5 сағат бойы бірге болады менің әріптесім Жазира Өтенова және мен Нұркен Күзербай. Ендеше біз бағдарламамызды бастаймыз. Бүгін маусым айының 11-ші жұлдызы, күн жұма, бастаған істеріңіз берекелі болсын. Таңертеңгі уақытта көбірек таңғы тілек айтқан дұрыс екен. Нұркен, дұрыс айтасың, бүгін жұма, қасиетті жұма күні, бүгінгі тілеген тілек дуаларыңыз қабыл болсын. Ендеше біз бағдарламамыздың алғашқы әуезді әніне кезек берейік. Қымбатты көрермендер, біздің арнадан ауыспаңыздар. Сенсіз жерге сыймағанмын, мен сенсіз жерде қиналармын. Кеудемде менің жүрегім жоқ, мен оны саған сыйлағанмын. Жаным, жаным, маған сенсіз күн бар ма? Сен қиналма мен қасында тұрғанда, Толғау сендей сол көрмедім. ана мені де сен үшін туған ба? Ай, 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 ай. Бағым ау сені бағаладым,
жаным маған сенсіз күн бар ма? Сен мені алма мен қасымда тұрғанда, тұлғалы сендей сұлу көрмедім. Ана мені тек сені үшін туғанда. Ай, 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 ай. Керемет әуездәнен кейін біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Қымбатты көрермендер, біз ескерте кетейік, сағат тілі 8:00-ден 9:30-ға дейін 1,5 сағат бойы тікелей эфирде боламыз. Сондықтан да барынша бізге хабарласыңыздар. Әрбір шаңырақта қуаныш иесі болса, туған күн иесі болса, біздің тікелей эфир арқылы құттықтасаңыздар болады. Біздің байланыс нөміріміз 539472, қаламыздың коды 87252 екен, ескерте кетейік. Енді Нұркен, біздің елімізде жұмысқа бару, яғни уақытысында міндетті түрде бару міндетті болып саналады ғой. Ал Жапонияда уақытысында жұмысқа бару ол ең жаман мінез болып табылады екен. Ал әйелдер еркектерге қараған кезде көп кітаптар сатып алады екен. Мысалы, Жазира өзің кітапханаға барған кезде көбінесе қандай кітаптарды алуға тырысасың? Қазіргі таңда Нұркен, шыны керек, психологиялық кітаптарды көп оқып жүрмін. Сонымен қатар дәл қазір Сайын Мұратбековтың Ананың арманы атты кітабын енді бастадым. Дұрыс, дүние жүзі бойынша сатылатын кітаптардың жартысынан көбін 45 жастан асқан адамдар сатып алады екен. Қалың оқырмандар арасында міндетті түрде дауыстап оқу бойынша марафон, яғни 224 сағатқа созылған көрінеді. Ал дүниедегі ең ауыр кітап Британия музейінде сақталған 17 ғасырға тиесілі географиялық атлас екен, білесіз бе? Ол кітаптың ұзындығы 1,9 метр, ал салмағы 330 келі татиды екен. Сонымен қатар дүниедегі ең қымбат шығарма Леонардо да Винчини өз қолымен көшіріп жазған, яғни Лечестер кодексі кітабы екен. Оны микроскоппен негізін салушы Билл Гейтс 1994 жылы Нью-Йорктағы Сотбис аукционда 30,8 миллион долларға сатып алған көрінеді. Оқырмандардың көпшілігі 18-ші бетіне келген кезде қызығушылығын жоғалтып алады екен. Қымбатты көрермендер, дәл қазір енді біз алғашқы поэзия әлеміне кезек берейік, арнамыздан ауыспаңыздар. Таң атты, біраздан соң күн шығады. Шаяда бар әлемге нұр шығаны. Тағы ерте оянып ап, ой қуалап, көңілім бір жақтарға қолшынады. Көңілім дәметеді алыстардан, үнсіз кеп, жүрегім табыстарман. Нұр жиям, көкірегіме тағы, жылжыған алға қарай алыстардан. Қақпасын жүрегімнің нұрғаштырып, әр таңнан дәметемін бір жақсылық. Әр әнді кеудемдегі оятасың да, жіберсін жолаушыға жолдас қылып. Күнді бер жүрегіме жарық күнді, бақытқа баяғыдай қарық қылған. Анау бір шауқанның арасынан қартайған мен өзімді танып тұрмын. Кәрілік көздерімді бақырайтып, арманның келдейме атық айтып. Аяймын өзімді өзім оңашада, қоямын өзіме өзім ақыл айтып. Таң атса, күн батады, көп етпей ақ. Тыншығам көңілімдегі бөбекті аяп. Жүретін қыздар қоршап қызық дәурен, кетеді, келеді де маған таяп. Тұманбай Молдағалиев.
Жазғы маусым басталды. Қазақстанда жазғы туристік маусым басталды. Былтыр пандемия салдарынан көп елдің шекарасы жабылған еді. Ал саяхат тоқтап, шектеу күшейген. Қазіргі жағдай қалай? Шымкенттіктер қай елдерде демалады? Індетке байланысты қандай шектеулер бар? Осыған тоқтала кетейік. Пандемия қызмет көрсету нарығын қатты әсер еткен болатын. Мәселен, жекелеген өңірлердің туризм саласы өте ауыр болды десек болады. Былтыр, яғни 2020 жылы 16 мамырдан бастап міндетті түрде осы төтенше жағдай жарияланған болатын. Барлық жерлерде, яғни шектеу қойылды. Ал биылғы жылы Қазақстанда жазғы туристік маусым мамырда басталды. Дәл қазір санаулы 10 бағыт ашық екен. Олар Египет, Біріккен Араб Әмірліктері, Грузия және Түркия. Бірақ Түркияға әзірге билет жоқ. Алдағы уақытта болады дейді мамандар. Қазақстанда Түркия еліне саяхаттағанды ұнататыны белгілі. Себебі Түркия елі көпбалалы отбасыларға міндетті түрде өте қолайлы екен. Нұркен, сонымен қатар екінші орында Біріккен Араб Әмірлігі де тұр. Одан кейін қазіргі таңда көптеген елдерді ұсынар едік. Айта кетейік, пандемияға байланысты ең бірінші талап коронавирус жоғын дәлелдейтін ПТР тестің болуы. Мұндай барлық елде бар. Ал тест ұшардан алдын кемінде 72 сағат бұрын жасалған болу керек екен. Ал турист COVID-19-ға қарсы екпенің 2 дозасын алған, қолында вакцина жасатқан растайтын куәлік болса, оған тест тапсыру қажет емес дейді мамандар. Қымбатты көрермендер, биылғы маусымда, яғни еңбек демалысында қай жаққа барып демалғыларыңыз келеді? Немесе қандай жерді, қандай елді ұсынар едіңіздер? Бізге хабарласыңыздар, біздің байланыс нөміріміз 539472, біз сағат 9:30-ға дейін тікелей эфирде боламыз. Біз бағдарламамызды әрмен қарай бейне сюжетпен жалғастырамыз, арнамыздан алыстамаңыздар. Өмірде кітап оқып білім жинаған адамдар ғана жетістікке жете алады. Абайдың өзі тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ деген екен. Олай болса, назарларыңызға әлемдегі кітап қоры жағынан көлемі бойынша ең ауқымды, оқырманы өте көп, пайдасы ұшан теңіз кітапханалардың алғашқы 5-тігін ұсынамыз. Әлемдегі ең үлкен кітапхана қоры мен ауқымы жағынан 5-тікті Ресей мемлекеттік кітапханасы түйіндейді. Кітап қоры 44,8 миллионды құрайды. Ал осы сарқылмас мұралардың білім нәрімен сусындау үшін кітапханаға жылына 1 миллион оқырман келетін көрінеді. Ал 4-ші орынға жайғасқан Канада кітапханасы және мұрағаты. Кітап қоры жағынан 48 миллионды құрайтын кітапхана Канаданың Оттава қаласында орналасқан. Небәрі 2004 жылы біріктірілген кітапханада оқырмандарға 1100-ден астам қызметкер жұмыс істейді. 3-ші орынға Нью-Йорктегі көпшілік кітапханасы тұрақтаған. Оқырмандар саны жылына 18 миллионды құрайтын Нью-Йорктегі көпшілік кітапханасы әлемдегі ең ірі ғылыми кітапхана жүйесінің бірі. Бұл жеке коммерциялық емес ұйым және жеке дек мемлекеттікте қаржыландыруды пайдаланады. 53,1 миллион кітап қоры бар бұл кітапхана 1895 жылы құрылған. Ал екінші кітапхана британдық кітапхана болып табылады. Ұлыбританияның Лондон қаласында орналасқан кітапханадағы кітап қоры 150 миллионды құрайды. Жылына келетін оқырмандар саны 2,5 миллион. Сонымен әлемдегі ең ірі және ауқымды кітапханалардың біріншілігінде Конгресс кітапханасы тұрақтап тұр. 155,3 миллион кітап қоры бар. Бұл кітапхана әлемдегі кітап қоры мен ауқымы жағынан ең үлкен кітапхана болып табылады. Айтып өтейік, кітапхана 1800 жылы 24 сәуірде құрылған. Бүгінде онда 3000-нан астам қызметкер жұмыс істейді.
өзімнің гүлін таптап кете бердім. Жүзімді жылы жасым жуып тұрды. Сол бір түннің бәлдеп түсінбеді. Бұл қалай түсінбедім, түсінбедім. Көрмеймін алдымдағы қараны. Әлі де өңмен көздің ішіндемін. Сенбеймін көктемде гүл соларына. Сенбеймін сенсіз мәңгі қаларыма. Сенбеймін бәлкім жаман төсім шығар. Сенейін оянар күн боларына. Сенбеймін сен алмаймын, сен алмаймын. Сен емес жас сыйлаған жанарыма. Жүрегің мені менен күн мауысы. Әніммен берер едім жанауыртар. Жаныммен берер едім жараланған. Табылса егер біреу шынауысы. Жаныммен берер едім жараланған. Табылса егер біреу шынауысы. Сенбеймін көктемде гүл соларына. Сенбеймін сенсіз мәңгі қаларыма. Сенбеймін бәлкім жаман төсім шығар. Сенейін оянар күн боларына. Сенбеймін сен алмаймын, сен алмаймын. Сен емес жас сыйлаған жанарыма. Сенбеймін көктемде гүл соларына. Сенбеймін сенсіз мәңгі қаларыма. Сенбеймін бәлкім жаман төсім шығар. Сенейін оянар күн боларына. Сенбеймін сен алмаймын, сен алмаймын. Сен емес жас сыйлаған жанарыма. Сенбеймін сен алмаймын, сен алмаймын. Сен емес жас сыйлаған жанарыма. Қымбатты телекөрермен, тікелей эфирде таң нұр ақпаратты сазды бағдарламасы бізге кеп жайғасқан қадірлі қонақпен таныс болыңыздар. Қымбатты көрермендер, таныс болыңыздар. Қала имамының орынбасары Қазбек Сарбаев мырза бізде қонақта. Аға, студиямызға қош келіпсіз. Қайырлы таң. Баршаларыңыздың қайырлы таң иншалла.
Қазбек аға, Алланың алдындағы адалдығымыз адал асу ішуден басталады. Мұндайда дана халқымыз ауру астан деп дәл айтқан. Осы орайда біз халал тағамдарды қалай таңдаймыз? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум. Қайырлы таң барша жұртқа, елге. Алланың игілік сәлем болсын. Енді адамның ең маңызды осы өмірдегі қажетті дүниелердің біреуі ішіп жем. Ол да бір уақытта құлшылыққа айналып кетеді. Енді осыны мен кішкене жіктеп түсіндіріп өтетін болсам, өмір сүру үшін қазақ айтады, ас адамның арқауы дейді. Өмірімізге арқау болатын нәрсенің біреуі ас. Ақыл, сана, ой адамды қалай жетелейтін болса, оған қуат беретін де мынау біздің Алланың берген ырзық несібелері. Алла тағалам қасиетті Құран кәрімде бисмиллахир-рахманир-рахим. Я айюханнас кулу мимма фил арди халалан тайибан дейді. Адам баласының баршасын айтып жатыр Алла тағала. Жер бетіндегі адам баласы дейді. Адам жаратқан менің ерекше жаратқан жаратылысым. Пенделер Алланың жаратқан құлдары, жер бетіндегі бүкіл таза нәрсені гәне ішіп жеңдер дейді. Шайтан, шайтанның жағына өтіп кетпеңдер. Болмаса шайтанның әскері болып, ризис, болма харам болған нәрселерге еріп кетпеңдер. Яғни соның соңынан кетпеңдер дейді. Енді бұл аяттың мағынасы өте үлкен. Өйткені Құран кәрімде Алла тағалам өте аз нәрселерді ғана харам еткен. Мәселен, доңыздың еті өліксе, енді Алланың атынсыз өліп қалған, онан кейін аққан харам, онан кейін ішімдік барлықтыр. Осы 4 нәрсені, мейлі 5 нәрсе болар, осыларды ғана жалпы исламда адамзатқа жоламауға, оның жемеуге, оны тұтынбауға шақырған. Қалған одан басқа мыңдаған таза өнімдердің баршасын бізге адал етті. Және де оны бізге ұсынды. Енді жер бетіндегі халал нәрсені жеңдер деп тұрған мақсаты біріншіден жердің бетіндегі шыққан нәрселер адамзаттың өзі өндіретіні бар, егетіні бар, өсетіні барлығы таза. Осы 4-еуін алып тастасаңыз болды, барлығы таза болады. Және де соны қолдану барысында не қылу керек? Адам шектен шықпау керек. Кулу ма фил арди халалан тайибан. Ішкенде, жегенде соның таза нәрселерінен. Уақыт өтіп кетпеген, жаңағы жылдап тұрып қалмаған нәрселер сізге қалай денсаулығыңызға зиян болатын болса, жаңағы нәрселерден, жаңа ішімдігі қосылған, болмаса қаннан жасалған, болмаса өректердің етінен жасалған нәрселерде сондай сізге арам әрі зиян. Міне осы нәрсені Алла тағала шектеп айтты. Енді екінші аятта я аyyuhallazina amanu kullu ma fil ardi halalan tayyiban. Енді мұсылмандарды Алла тағала ішінен не қылады? Бөліп алады. Аллаға иман келтірген, өзінің Аллаға деген сенімі нық адамдардың екінші бір ұстанатын нәрсесі, біріншісі иман, ихсан, жақсылық болатын болса, екінші ұстанатын нәрсесі сіздің жейтін дастарханыңызға қойылатын тағамның баршасы не болу керек? Адал болу керек. Міне осыны енді мұсылмандарға алдында бүкіл адамзатқа айтылса, енді сол адамзаттың ішінен баршаға бірдей емес бұл жол. Мұсылмандарға да я аyyuhallazina amanu. Алла тағалаға иман келтірген, ақылмен, санасыменен иманды жоғары ұстаған адамдар кулу ма фил арди халалан. Жер бетіндегі таза нәрселерді де сендер не қылыңдар іздеп соны жеңдер. Аға, енді халал деген сөздің өзі мағынасы қандай? Ал харам деп нені айтамыз? Халал деген нәрсенің қазақша мағынасы Алла тағаланың рұқсат еткен дүниесін халал деп атайды. Алланың өзі ғана рұқсат берген. Ол тағамнан да бөлек нәрселерге қолдана береді. Халал еткен, мысалы отбасы, халал етілген жұп деп айтылады. Халал еткен жұп деп өзіңіздің Құдай қосқан жарыңызды. Міне, осыны Алла тағаланың өзі ғана рұқсат берген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам да Аллаға пәрмен қалдырған дүниені адал деп атайды. Оған сіз пайдалануда, ішіп жеуде, киінуде, және де пендеуи қарым-қатынастың баршасында сізге адал болған нәрсені, адал болған сөздің ұғымын халал деп түсіндіргенбіз. Ал енді харам деген нәрсе Алла тағаланың өзі Құран кәрімде, және болмаса құдси хадистерде, болмаса Алла елшісінің тыйым салып көрсеткен дүниелерін айтады. Ол ішіп жеуде, қарым-қатынас жасауда, және де құлшылықтың барысында да өтеуде де осы нәрселердің баршасын шектеп қойған дүниені айтады. Енді әрине көп адамдарда не істейміз? Бізге анау болмайды, мынау болмайды, сонда молдаке, болмаса имам, болмаса мынау діннің айналысып жүрген адамдар бізге барлық нәрсені шектеді. Заман өсіп жатыр, жұрттар космосқа ұшып жатыр деген нәрселер алға тартып қалады. Ғылым дамып жатыр деп. Дұрыс, ғылым дамыған сайын
адамға мүмкіншіліктің баршасы ашыла береді, барлық нәрсе жеңілдей береді. Бірақ соның ішінен де біз несін адалынан, дұрыстығынан пайдалануымыз керек. Өйткені жер бетіндегі халал нәрсені жеңдер деді ғой, халал нәрсені іздеңдер деді ғой. Демек, уақыт өте келе бұның бәрі болатынын Алла тағалам Құран кәрімде меңзеп, соның ішіне дұрыстықтарын бізге реттеуді тапсырды. Енді біз қалай іздейміз? Мысалы, ойлап табамыз ба деген уақытта исламның ғалымдары бұған ғасырлар бойы кітаптар жазып, ғасырлар бойы уақыттарын өткізіп, қаншама ғұламалар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның айтқан нәрселерінен ижма дейді, қияс дейді, ғалымдардың жиналып отырып бір ауыздан пәтуа шығаруын ижма дейді. Екінші қияс деген нәрселер бар. Пайғамбарымыз заманында, онан кейінгі замандарда болған нәрсе қазір болып жатқан жоқ. Болмаса қазір шығып жатқан дүниелер жер бетіндегі ішіп жеуде, пайдалануда, медицинада Алла елшісі, онан кейінгі замандар мұсылманшылық алғашқы дәуірлеген біздің қараханит замандарындағыдай болмаған. Енді біз қаяқтан аламыз ол нәрселер деген уақытта қияс деген үкім бар. Қосымша салыстыра отырып, ана уақыттағы ұқсас нәрсені қазіргі дүниеге ұқсастырып, содан адалын алып шығуды қияс дейді. Осы нәрселерді алып, біз жаңағы пайдаланып жеуге мүмкіншілігіміз болады. Енді Қазбек аға, бүгінде халал термині бизнес көзіне айналып кеткен жоқ па? Осындай белгілі бар тауарлар көбейді қазіргі таңда. Енді бұны бизнес деп айтатын болсақ, бір жақты қараған болып қаламыз да. Өйткені бизнес деген нәрсені көп адамдар басқаша түсінеді бәрібір. Жеңіл ақша табу, болмаса тезірек жаңағы өндіріп жіберу, сапасына қарамау деген сияқты. Ол оның да өзінің терминдік мағынасы терең. Біріншіден, екіншіден, тағам өнімдері болсын, бізде мынау Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жанында арнайы халал даму деген бөлім бар. Ол бөлімде 2014 жылы тіркеліп, арнайы лицензияменен мемлекетке жаңағындай жауапкершілігі шектеулі серіктестік болып тіркеліп, содан бері қарай мұсылман жамағатына 3 стандарт бойынша қызмет жасайды. 3 стандарт бойынша. Бірінші мал сою және ет өнімдерін дайындау, бірінші стандарт. Екінші стандарты жартылай тағам өнімдерін дайындау. Үшінші полуфабрикат дейді. Үшінші жаңағы өндіріп, дайындап, сату, пайдалану және де оны тарату. Осы 3 стандарт. Ол дәмханаларға, мұнан кейін жаңағы шағын және орта бизнес өкілдері, мына сүт өнімдері, шұжық өнімдері, онан кейін тәтті өнімдеріменен осы қосылып, осы 3 стандарт бойынша жұмыс жасайды. Осы 3 стандарт бойынша жұмыс жасап және де соған тіркеліп, арнайы тексеруден өткен мекемелерге арнайы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы халал даму деген мөрі логотипі бар жаңағы дәмдер ұсынады. Міне бұл нәрселер нені білдіреді? Бұл мынау товар тез өтуіне, болмаса сатылымға жоғары шығуына емес, ол жердегі товардың жаңағы өндірілген дүниелердің ішінде ешқандай да қоспа жоқ. Мәселе бізге қорқатынымыз қоспалар, мынау ДНК свинина деп айтайды. Ғылымда қазақтың тіліне аударғанда шошқаның жаңағы құрамында ешқандай қоспасы жоқ, шошқаның майы да бір тамшы да жоқ дүниелерден жасалған өнімдерді беріледі. Жартылай полуфабрикатта, оның ішінде печеньелер де кетеді, жаңағы мұздатылған өнімдердің баршасы кете береді. Екінші, біздің қаламызда, Шымкент қаласында Аллаға шүкір, 18, қазір 20-ға жуықтап қалды шайхана, дәмханалар. Олар мақсаты тек тамақ көңіл көтеретін орын емес, ол жерде мақсат дайын тамақтарды өндіріп, оларды біздің жаңа стандарттарға сай етіп дайындап, сол арқылы халыққа ұсынады. Міне осы дәмханалар бүгінгі таңда арнайы халал белгісі қойылып жұмыс жасап жатыр. Міне сол үшін бұның біздің айырмашылық. Логотип деген мақсат, ана жердегі тұрған тауардың ішіндегі дүниелер Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы халал дамудың стандарттарына сай жұмыс жасайды. Және де өзінің стандарттарының бекітіп қойған ережелері бар. Шариғатта не нәрселер харам етілген? Жаңа айтып өткенде шошқаның майы, еті, онан кейін өліксе, қан, ішімдік. Міне осылардың баршасы жоқ оның құрамында. Солсыз дайындалатын дүниелер деп бекітіп осы стандартты қойды, және де сол стандарт арқылы логотипті олар пайдаланады. Сертификат сол жерден алады ғой? Сертификатты арнайы біздің мамандар, ол жерде технолог жұмыс істейді. 6-7 технологымыз бар. Әне сонымен қоса, мынау Алматы және Нұрсұлтан қаласында арнайы зертханалар бар. Ол жерде жаңағы анықтап бере алады. Шошқаның майы бар ма жоқ па бұл құрамында? Өйткені ингредиент деген болады біздің тілімізге енді еніп жатыр ғой ғылымда. Ингредиенттер болады, жаңағыдай қоспалар болады, түрлі дәмдеуіштер болады. Ол тек шұжық қана қоспайды, сүт өнімдеріне де қосады.
жаңа балмұздаққа да қосады, печеньелерге де қосады. Онан кейін сыр өнімдеріне қосылады. Біздің жаңа қазір ірімшік деп айтып жатқан. Біздің өміріміздің баршасына қосылып кеткен. Баршасына еніп кеткен. Енді осының ішінен біз не аламыз? Сол ингредиенттердің тазаларын аламыз. Ол Түркияда шығып жатыр. Мынау Ресей мемлекеттеріндегі елдердің құрамындағы елдерде шығып жатыр. Көрші Өзбекстанда да шығады. Біздің Қазақстанда да небір жақсы қоспалар өндіреді. Осының баршасын біз айырып беретін технологтармен арнайы зертханаға. Енді Қазыбек мырза, дүкенге барған кезде азық-түлікті міндетті түрде күнделікті азық-түлік сатып аламыз ғой. Дегенмен қайсы халал, қайсы харам екенін қалай анықтаймыз? Міне жаңағы өте орынды. Біз мынау Шымкент қаласында базарлар бар, әлеуметтік дүкендер бар, өзіміз аталып жүрген супермаркеттер бар. Соның ішіне кірген уақытта КМДБ халал деген белгісі бар, кәдімгі заңды өнімдер бар. Оның ішінде барлығы бар. Конфеттер де бар, печеньелер бар, халва, сыр, ірімшік, барлық тұр. Жаңағы белгіні көресіз, астында халал даму деген сайт тұр. Халал даму кезет сайты. Жаңа логотиптің астына жазып қойған. Бәрінің қолында қазір телефон бар. Егер де мүмкін, мынау бұл да халал емес шығар деп күдіктенетін болсаңыз, сайтқа кіресіз. Сайтқа кірген уақытта тауарлар деген бөлімге басасыз. Соның ішінде 11, болмаса 16 түрі тұр. Жаңағы полуфабрикат бәрін кез келгеніне кіресіз, мекен жайы, кім оған бақылау жасайды, қай уақытта өткен, сертификатын жарамды қандай, және де қандай түрлері бар осы тауарға қатысты қосымша, содан бәрі шыға келеді. Содан сіз не анықтап ала аласыз, сөйтіп емін-еркін пайдалана берсеңіздер болады. Енді қазір халал сертификаты бар азық-түлікке мұсылман елдері ғана емес, әлем елдері қызығушылық танытып отыр. Мұның себебі неде деп ойлайсыз? Енді жаңа айтып өткендей, өн бойында жаңағы заттың ішінің баршасында тек адамның табиғатына жарасымды нәрселерді қолданған біріншіден. Екіншіден, біз көп өнімдер, ет өнімдерімен көп байланыстырамыз. Дәмханаларға барсақ та, шұжық алсақ та, барлық нәрсесінде ет өнімдер. Мынау мұсылманшылықта малды бисмилля Аллаху акбар деп сою, ол бізге бекітілген парыздың біреуі. Өйткені мал союға екі шарт қояды шариғатта. Бір адам мал сою үшін екі шарты болады оның. Біріншісі мұсылман адам сою керек, екіншісі құбылаға қарап бисмилля Аллаху акбар деп айту керек. Осы сөзді айтып қан ағызғаннан кейін малдың бойындағы бүкіл арам қан ағады, және де Алла тағалам ұсынылған таза мал болып есептелінеді. Сіздің қораңызда, есігіңіздің алдыңызда кішкентай кезінен баққан сиырыңыз, танаңыз, бұзауыңыз, қозыңыз болуы мүмкін. Кейін ол жарамды болып семіргеннен кейін сіз жаңағы мұсылманшылыққа сай соймайтын болсаңыз, есігің алдыңыздағы малдың өзі сізге таза арам адал болмайды. Міне сол үшін осы екі шартты қояды. Енді біз ауылдық жерлерге, нелерге барған уақытта бір түсінбейтін нәрселеріміз болады. Қыстыгүні әсіресе соғым деген нәрсе бар біздің оңтүстікте. Қазақтың барлық жерінде бар ғой. Сол соғымға кейбір уақытта жаңағы ішімдікке ішіп алған, жаурадым, басқа қылдым деп өмір бақи мал сойып жүрген адамдарға соны сойдырып жатады да. Ол негізінде шариғатта жынды адамның үкіміне кетеді, жынды адам мал сойғансыз қылды. Сөйтеді оны малды жарамсыз, адал емес қылып шығарып тастайды шариғатта. Неге? Өйткені екі шарттың біреуінің кемей тұр. Екі шарттың біреуіне кемесе, мал таза болмай қалады. Бисмилля Аллаху айтпай қалады, құбыланы таппай қалады, болмаса мұсылманшылығы төмен болып қалады. Мұсылман деген нәрсе, пайғамбарымыз айтқандай, тілменен де қолымен біреуге зиян бермеген адамды мұсылман дейді. Ал енді ол өзінің санасы, жай ақыл дұрыс емес, ішімдікке сылқа тәуе болып, бисмилля деп айттым айтпадым деген сойып жібереді, одан жұрттар мал алып жатады, ет алып жатады. Міне осы жерге келгенде кішкене сақтану керек. Енді біз ешқандай жаңағы дүниелерді жарнамаламаймыз, халал нәрселерін бірақ айтып жүреміз. Соның ішінде қаладағы мынау ет дүкендерін көп адам сұрайды бізге. Ол деке біз базарларды күмәнданамыз. Ол табиғи нәрсе, өйткені базарға ешкім кепіл бере алмайды, тек таза ет кіріп жатыр деп. Бірақ мынау сауда орындары бар, супермаркет дейміз қазір тілмен айтқанда, желі маркеттер бар, грамот дейміз ба, басқа да солардың еттері, онан кейін жаңағы сайман дүкендері бар. Солардың еттеріне біз арнайы сертификат берген қасапханалар бар. Сертификат берген қасаптар бар. Солардың еттері әкеп қойылады. Бәйтерек агро деген дүкендер. Демек олардың еттеріне біз 100% кепіл бере аламыз. Өйткені өзіміз тексеріп, сол жаңағы мал соятын орындар, бойын цехтар, қасапханалармен әрдайым жүйелі жұмыс жасағаннан кейін олардың еттері таза. Ал халал тағамдардың сапасы қандай? Аллаға шүкір, бүгінгі таңда халал сапалар өте жоғары. Оны жаңағы зертханалардан да білуге болады. Онан кейін ол тек қана стандарт біздің
мемлекеттің де қосымша стандарт қойылады. Ол өндірілген уақытын белгілеу, сапасын белгілеу, штрих кодтар қою, ол жағынан мемлекет жаңағыдай қарап отырады. Біз қосымша жаңағы халалды кіргіземіз, арасына және де ол жаңағы сапалық жағынан кез келген тауардан кем түспейді иншалла. Енді арнайы сертификат алған кәсіпорындар көп пе қазір? Иә, Аллаға шүкір, жаңағы сайтқа кіресіз, біздің Шымкентте 100-ге жақындап қалды. Кәсіпорындар бар, дәмханалар бар, ол бәрі бар. Фастфуд өнімдері бар, балмұздақтар, біздің ленгерский балмұздақ, Азия холд, Аллаға шүкір, баршасы бізде шынын айтқанда байлана беруге болады. Бәрекелді, ең бастысы айтылған тілектің қабыл болуы, ауызға кірген астың адалдығы дейді. Дұрыс айтасыз. Асымыз адалынан болсын дейміз. Енді Қазбек аға біраз көкейде жүрген сұрақтарға жауап алдық деген ойдамыз. Бүгін қасиетті жұма күні қандай ізгі амалдарды жасау керек, осыған тоқтала кетсеңіз. Енді барша момын мұсылмандарға, жалпы адам баласына айтатынымыз, көп ақылы бар, санасы бар адамдардың жұмадағы ең бірінші істелінетін нәрсесі, енді күннің қасиеттілігі қай уақытта болады деген уақытта адамдар бір-біріне деген кешіріммен жаңа қараса, өткен істеріне тәубе ететін болса, шүкірін көбірек айтатын болса, осы бір жұмадағы істелген қателерінің баршасынан Алладан кеңшілік сұрайтын болса, міне осы сәт жұма осылай берекеге толы болады. Және де пайғамбарымыз ерекше айтады, жұма күні бір сәт бар, кімде-кімнің дұғасы сол сәтке, сағатқа сәйкес болатын болса, бүкіл күнәлары кешіріледі. Міне сондықтан тазаратын, рухани жаңғыратын, жан дүниесі берекетке толатын күн, сондықтан осындай ізгі амалдарды жасау керек адам баласы. Енді Қазбек аға, әлемдегі індетке байланысты елімізде 1 жылдан астам уақыт бойы жұма намаздары оқылмаған белгілі. Не түйдіңіз? Енді әрине жұма деген нәрсе Құранның өзінде де айтып тұр ғой, жиналу дейді. Адамзаттың бір сәттік жиналып отырып, шынайы түрде тәубе ететін орынға келу. Ал тәубе ететін орнымыз біздің мешіттер. Әркімнің өзінің үйінде болса, жалқаулығы басқасы басып өтуі мүмкін. Ал ана жерде азан айтылып, илахи Құран оқылып, аумин деп көпшілікпен бата көтеріліп жатқаннан кейін адамға оның бар әсері болады. Және де жарты сағат 40 минут уағыз айтылып, көкейде жүрген елдің сұрақтарына жауап беріп, мұсылманшылыққа байланысты бүкіл жарнамалардың баршасын айтқаннан кейін адам көбінесе соған сүйенеді. Ал енді одан айырып тастағаннан кейін, мынау қазақ айтады ғой, жаңағы құстың екі қанаты тең дейді. Сол сияқты бір қанатынан айырылған сияқты жамағатта сондай әсер болды. Бір-бірін сағыну, көрсе алмай қалу. Енді Аллаға шүкір, Рамазанның соңғы уақытынан бастап жұманы сыртқа оқысақтауға рұқсат беріліп, 10-15 минут кішкене бір уағыздар айтылып, дұға жасалып, елге, халыққа игілікті дұғалар жасалып жатыр, бұған шүкір дейміз. Осы арқылы да індеттің тоқтауына мұсылман жамағатының да дұғасы себеп болады. Өйткені Құранның айтады ғой, Құранда айтады, Алла тағаланың өзі, менен ғана тілеңдер, менен ғана сұраңдар дейді. Бұның бәрі Алланың қалауымен болып отыр ма? Кетуіне де, тарауына да біз осылай мұрындық бола аламыз. Бәрекелді, қасиетті жұма мүбәрәк болсын дейміз. Амин. Қазбек аға, барша көзқарақты көрерменге таңғы тілегіңіз. Алла тағалам елімізді ішкі алауыздықтан сақтасын, сыртқы жаудан сақтасын, келесі жұмаға аман есен төрткүліміз жетуді Алла нәсіп етсін дейміз. Әмин, айтқаныңыз келсін, таңғы уақытта уақытыңызды бөліп біздің студияға келіп сұхбат бергеніңізге үлкен алғыс білдіреміз. Қымбатты көрермендер, бізде қонақта болған қала имамының орынбасары Қазбек Сарыбаев мырза болатын. Біз бағдарламамызды әрмен қарай әнмен жалғастырамыз.